Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін төркіндегі 3-ші күні. Мына бауырларым таңғы астан кейін музыка қосып айда бір билеп алдық. Дарынды өте қатты жақсы көреді. Екеуі дарынды билетіп біраз сергітті. Одан кейін менің дарын деген столдың үстін жайпап баратыр ғой. Менің қызымды әйтеуір ағаларына еркелеп, атасына еркелеп айтқанын істетіп жүр. Одан кейін дальше шаңдарды, есіктерді сүртуге кірістім. Кеше шаршап сілем тастай қатып ұйықтап қалғанмын. Бүгін қайтадан сүртіп шықтым барлық есіктерді, терезелерді барлығын жуып шыққан жайым бар. Одан барлық тамнан қайтадан полын жуып, актерін қайтадан бір-бір қайтара жуып шықтым. Біздің маманы аяғы жарамайды пол жууға, отырып тұруға, әйтеуір артрит, артроз деп берген ғой. Сонымен барлығын енді істеп кетуге тырыстым. Газдерінен жуып, тазалап, фольга қағазын жайып беріп кеттім. Зал бітті. Кто молодец? Я молодец. Ана қыз қайда? Ана қыз қайда? Не дейді? Уже бүгін түстен кейін 5-тің кезінде қайтатын күніміз. Балдардың інілерім манты жегіш тәте манты істепемші дегесін тестен жағаласып жүріп, мантының да қамырын илеп бастырып қойдым. Дарын деген нан алшыта қоймын, балдар айқайлап ше жағаласып жоқ ұстаймын дейді, бүлдірем дейді. Сонымен аузым бір тынбайды, ана ал мынаны өйтпейді деп. Сонымен біздің бала жыбырлақ қой. Сөйтіп мантының қамырын бастырып қойдым. Мына жерде қызым түсіріп отыр ғой, мен істеп отырсам, өзімен өзі видео түсіріп отыр екен ғой. Мама мен достарға сәлем деп айтамын деп қуады. Сонымен екінші мен салып жатқанымда түсірсей деп түсіртіп қойдым. Пысық қатындар, жан-жағымызға мән бермеңіздер. Үйді шығарайын деп жатырмын. Тесен мантыны салып қояйын, сосын шығарам деп жанығып жатырмын. Уже қазір 5-те кететін болғандықтан тез апыр-топыр істедім. Менің туып өскен ауылым, ата-анам тұратын ауыл осы. Қайыр қылсам бүтін қыл деп, одан тез ыдыстарды жуып тастайын деп ыдыстарымды жуып тастадым. Мұны 1,5 есе алды, өздері кешке жей салады. Пісіріп жатқан кездегім ғой, салдым кетіппін. Осы пісіп жатқан кездегі арасында жүріп тез кеше перденің ішін тақпаған болатын. Перденің ішін тағып тастадым. Сөйтсем мына жағынан бет қолымды соссам жетпейді. Ой, құрғыр дедім да. Мына бетіне шығып қайтадан тақтым. Оны бәрін тағып өлейін деп болсам, что-то ана бірінші екі ненің орнын ауыстырып қойғанмын ба деп
бүйтіп жүргізсем жүрмейді. Оның барлығын қайтадан алып тастап, қайтадан өткіздім. Сөйтсем мына ортасына пердеге тіріліп қалған екен ғой, Құдай. Қайтадан шешіп оны қайтадан таққан еңбегімді айтсай, құрсын тәуекелден істеп тастай, бір қалса қалып қояды ғой деп істеп тағып тастадым. Мына жерде де қызым түсіріп жүр. Осылай бағана ыдыс жуып жатқанымды қызым түсіріп алған ғой. Тез ыдыстардың барын жуып төңкеріп кетті. Ауылда тұратындар түсінеді. Ауылда уже түстен кейін мал келеді, 5-6-larдан бастап. Оны жайлайды, кешкілік от жағады. Сөйтіп жүрген кезде бұл ыдыстар қатып қалады деп жуып кеттім. Өзім мамама да оңай болсын деп. Үйде 2 ұл, олар деген оны ыдыс жумайды ғой, енді өскесін шамасы істемесе, осы жуып төңкеріп кеттім. Арасында кірлерін де жуып кеттім. Ой, бай, тфай деп түкіріп қойыңыздар. Мына мені әкешім бір ана от жағып жатыр. Одан кейін жаңа шай ішкен жерді қағып салайық деп уже кетуіме жарты сағат қалған кезде бір шығарып, мама өзі қағады ғой, шығарып астын жуып беріп кеттім. Пешін барлығын әктеп сыпырып тазалап сөйтіп кеттім. Баяғыда стенаға балдардың сызып тастайтын еді, қазір енді балдар жоқ. Ертең бұл жақта актив үлгермедім. Ертең өзінің менен кейінгі екінші сіңілім бар, сол келіп Алматыдан әктейді ғой деп, оған да тірлік қалсын деп бұл жақта актив үлгермедім. 3 бөлмесін әктеп, полын жуып, шығарып салып қағып кеттім. Қанша дегенмен қыз өз жағына бұрып тұрады ғой бүйрегін. Ауылдан қалаға қайттық. Қайтасың ба? Биттіген. Давай. Мен қаламызды еді. Қаласың ба? Я. Қалыш. Шығарып салушылар.